Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке, және бүгінгі біздің шығарылымда ипотекалық тұрғын үй қарызы бар кейбір әлеуметтік топ үшін, яғни халықтың әлеуметтік жағынан осал тобына кіретін азаматтар үшін маңызды ақпаратпен бөліскіміз келіп отыр. Халықтың әлеуметтік жағынан осал тобына кіретін азаматтар мен аурулар тізімін осы видеоның астында толығырақ жазып өтетін боламыз. Видео астынан көріп танысып шыға аласыздар. Халықтың әлеуметтік осал тобы үшін көзделген бағдарламаның талаптары 2015 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар мәртебесін алған немесе кейіннен алған және осы мәртебеден айырылып қалған халықтың әлеуметтік жағынан осал тобына жататын қарыз алушыларға және 2018 жылдың 1 сәуірдегі жағдай бойынша осы 2018 жылғы 1 сәуірден кейін аталған мәртебені алғандарға, аурулардың кейбір түрлері бар адамдарға қолданылады. Және одан бөлек осы бағдарлама бойынша өзінің ипотекалық тұрғын үй қарыздары үшін бұрын қаржыландырылған, сондай-ақ олар бойынша сот актілері бар кісілер де қайта қаржыландыру үшін өтініш тапсырып, соған қол жеткізе алады. Осы бағдарлама бойынша сіз қарызды толық кешіру, қарыз алушының негізгі борышын бойынша берешегін азайту және жылдық 3%-дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесімен 20 000 теңгеден бастап ай сайынғы төлеммен өтеу кестесін белгілеуге қол жеткізе аласыз. Банк мұны қарыз алушының ішкі кірісінің ең төменгі күнкөріс мөлшерінің екеуінен кем емес мөлшерде бөлігін сақтай отырып ұсынатын болады. Және ескеретін жайт, осы сіздің өтінішіңіз, арызыңыз бойынша қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру осы жылдың 31 желтоқсанына дейін қаралады және өтінішті 15 желтоқсанға дейін тапсыруыңыз қажет болады. Егер банк сіздің өтінішіңізді қанағаттандырмаса, орындаудан бас тартса, сіз жергілікті тұрғын үй комиссиясына арыздан аласыз және олардың шешімі бойынша банк міндетті түрде осы шараларды орындайтын болады. Сіздерге бергім келген ақпарат осыдан тұратын. Егер осы сұрақтарың, осы жоғарыда көрсетілген жайттар бойынша сұрақтарыңыз болса, бізге тікелей жазуыңызға, хабарласуыңызға болады. Бізге лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.